Сонымен номері 40-шы есеп 150 грамм 16% олиумге 50 грамм су қосқанда пайда болған етіндегі күкірт қышқылының масса үлесін табыңыздар дейді. Бұл олиумды біз әдеттегідей лайфхакпен шығара саламыз, иә. Әрине біз олиумды не деп аламыз? Бірінші олиум деп жазып аламыз, иә. Олиум. Одан екі баған шығарамыз. SO3 және не? H2SO4. SO3-тің үлесі неше пайыз деп тұр? 16%. А онда мынанікі неше пайыз болады? 84%. Өйткені екеуінің қосындысы әрқашан неше пайызды беру керек? 100%, иә? Жүз. Біз SO3-тің үлесін әрқашан 1,225-ке не істейміз? Көбейтеміз, иә? 16 көбейту Өтемін. 1,225, оған қосамыз 84-ті. Сонда 103,6% шығады. 103,6%. Әрі қарай біз омега-1 көбейту М1 қосу омега-2 көбейту М2 тең омега-3 көбейту М1 қосу М2 деген формула қоя саламыз. Сонда омега массамыз біздің 150 грамм, бұл олиумның массасы. Ал олиумдағы пайызды жаңа шығарып алдық, 103,6%. Екінші судың массасы 50 грамм. Ал судағы күкірт қышқыл неше пайыз болады әрқашан? 0% болады. Омега-3 көбейту М1-іміз біздің 150, ал М2-міз 50, иә, 50. 50. Сонда 150-ді көбейтеміз 103,6-ға, сонда 15,540 тең, мынау жойылып кетеді екен, омега-3 көбейту не болады? 200. Сонда омега-3-ті тапсаңыздар, 1540-ты, 15,540-ты 200-ге бөлеміз. Сонда 77-де 7. В общем, бүгінгі сабақты 777 деген нотада аяқтаймыз. Екінші бөлімнің талдауы түсінікті ма оқушылар? Точнее, екінші нұсқаны. Түсінікті, жақсы. Енді мен сіздерге үшінші нұсқаны жіберемін. Үшінші нұсқаның бұғылығын және үшінші нұсқаның өзін. Міндетті түрде бірінші өзін тапсырып көресіздер. Одан бұғылығына қарап отырып, кітаптан білмеген тақырыптарыңызды оқисыздар. Сосын келесі ертең, яғни ертең 20:00-де немесе уақыт өзгеріп жатса, мен қосымша хабарлаймын. Сіздермен соны басынан соңына дейін үшінші нұсқаны талдайтын боламыз. Осылайша күнделікті бір нұсқадан сіздер қаңтар ұбт-сына кіргенше тақырыптарды осы курстың негізінде талдаймыз. Және ертең 10-нан бастап ұбт-ға кіргеннен кейін біз оқушылардан сілеп сұрақтарын жинақтап, немесе келген тақырыптарды анықтап, сіздермен оларды да қоса талдап, лайфхакпен түсіндіріп беріп отыратын боламын. ұбт-да біз пока 100% келетін тақырыптарды талдай береміз осылай. Оқушылар, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ қошылып дейді. Бір сұрақты бір сағат талдайық дейді. Ой, талдап отыра береміз ғой, отыра береміз. Все, онда жақсы, сау болыңыздар, ертеңге дейін.